Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз қалдық матадан қазіргі таңда хит болып жатқан осындай үлкен көлемді брошка гүлді жасап үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге қажет заттар: мата, фетр матасы және ыстық клей, қайшы ғана қажет болады. Ең алдымен осы қалдық матамызды ені 6 сантиметр етіп белгілеп алып, барлығын бірдей қылып қиып алатын боламыз. Міне қиып, осылайша ұзын қылып қиып алдым. Енді осыны фетрға дөңгелек етіп қиып алып, фетрді жиегін айналдыра, осылай бүріп отырып, ыстық клей арқылы ешқандай иненің көмегінсіз бүріп фетрімізға айналдыра жабыстырып шығатын боламыз. Міне бірінші кругты мен айналдырып шықтым. Енді дәл осылай екінші кругты айналдырып жабыстырып шығатын боламыз. Міне мен барлығы 4 круг айналдырдым. Енді матамыздың жиегін клейден тазартып, жиегінде шығып тұрған шашақтарды зажигалканың көмегімен күйдіріп шығатын боламыз. Міне осылайша барлығын күйдіріп шығатын боламыз. Міне күйдіріп алдық. Енді ортасын кішкене матаны алып, екі бүктеп, басын 3 бұрышты қылып бастап, осылайша келесі ұзындығын айналдыра, бүктеп айналдыра отырып, кішкене бутон жасайтын боламыз. Бұны да ыстық клей арқылы жабыстырып отырасыздар және ортасына жабыстыратын боламыз. Міне ортасына жабыстырып шықтым. Енді артына 2 брошкаге арналған түйреуішті жабыстырып шығасыздар. Біреуі гүліміз салбырап қалуы мүмкін, сол үшін екеу ұсатасыздар. Сол кезде бізде өте әдемі қалдық матадан хит брошка гүл дайын болды. Егер видеом пайдалы болса, ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қоюды ұмытпаңыздар.